Алғашқы сезілетін үлкен ақшаны жинау бұл алдағы өміріміздің барлығы жақсы болады, стрессіз болады, ақшаның уайымынан құтыламыз дегенге гарантия болады да. Сондықтан ақшаны жинауға неғұрлым ертерек көңіл бөлсек, соғұрлым болашағымыз жарқынырақ болады. Себебі бүгін жинаған 1 миллион теңге ертең 1 миллион доллардың кепілі бола алады. Сондықтан студент кезде, әсіресе жасымыз 18-25-тің ортасында болса, үлкен ақшаны жинап алуға өте көп көңіл бөлу керек. Ол үлкен ақша басқалар сияқты 30-40 миллион теңге емес, алғашқы 5 миллион теңгені жинап алудың өзі бізге үлкен артықшылық береді. Себебі айналаға қарасақ, 18 бен 25 жас аралығындағы адамдардың 90%-ында 5 миллион теңге емес, тіпті 1 миллион теңге де запасында жоқ болады. Сондықтан мен қазір айтатын дүние ол жай ғана теория емес. Ол менің практикама негізделген формула. Осы формуланы толықтай қайталап алсаң, алдағы 3 жылдың ішінде осы 5 миллион теңге алғашқы капиталды жинап алып, сол капиталды ұдайы өмір бақи өсіріп байлыққа жетуге мүмкіндігіңді арттыра бересің. Алда ақша қайдан табамын, ақшам жоқ қой, жоғалтып алсам не істеймін, бұл ақшаны көбірек табу керек, ой мына жерде ақша көп береді екен, сондықтан ұнатпасам да осы жұмысты істей берейін деген сияқты дүниелердің бәрінен бас тартамыз. Инстаграмда басқа біреу ата-анасына көлік сыйлап жатқан кезде мен бұндайды 20 жылдан кейін ғана жасайтын шығармын деген ойлардан аулақ болып, олардың барлығы реальный екенін үйренеміз. Әдетте қандай проблема бар? Студент кезде көбіміз ақша жинау, оны көбейту туралы ойланбаймыз. Ойлансақ та керек емес дүниелерге көп назар аударамыз. Мысалы ойлайық, біздің шешіміміз жылдам ақша тауып алу, трейдинг, немесе жылдам ақша тауып алудың басқа да жолдары. Ел жұрттар айтады да, осыны үйреніп алсаң, тендерден бір күнде миллионер болып кетесің. Тендер жаман деп тұрған жоқпын. Жылдам ақшаға ұмтылуды жаман деп тұрмын да. Дәл осындай дүниелердің барлығын біз өзімізге distraction деп атайды, көңілімізді аударатын дүниелерге көп көңіл бөлеміз. Одан бөлек студент кезде өмір қызық. Өмірде мысалы әртүрлі студенттік клубтар бар, үйренетін дүниелер бар. Мысалы махаббаттың өршитін кезі де қыз бен жігіттің ортасындағы достармен қыдыратын кездер. Осылардың барлығы біздің өмірімізге кейде қажет емес дүниелерге фокусымызды ауыстыра береді. Студент кезде біз крутой болғымыз келеді, басқалардың алдында осындай понт дейді, басқалардың алдында мақтанғымыз келеді. Бірақ бірден айтайын, басқалардың алдында мақтану үшін өмір сүруді әдетке айналдырған адам болашақта қаржылық жетістікке жетуі қиын болады. Студент кезде кейбір кештерге, кейбір вечеринкаларға бармай-ақ қойып, кейбір шараларға қатыспай-ақ, кейбір кездесулерден, бәрінен емес, кейбір кездесулерден бас тартып, сол уақытты алғашқы капиталды жинап алу, алғашқы тәжірибені, алғашқы қаржылық әдеттерді қалыптастыруға жұмсасақ, кейін сол шешім үшін біз өзімізге күнделікті рахмет айтатын боламыз. Сондықтан ақша табу жолында дұрыс емес жолды таңдамай, ақша табуға мүлде алып келмейтін жолдармен жүрмей, қысқа уақыттық көңіл көтеру үшін ұзақ уақыттық пайдадан бас тартпай, ұзақ уақыттық өзіміздің жақсы нәтижемізді фокусқа қоя отырып, жақсы ақша жинап алудың, алғашқы 5 миллион теңге капитал жинап алудың жолын сіздерге көрсетейін. Ол жолды көрсетпес бұрын, мен қазір сіздерге мына экранға жалпы байлықтың цикликалық формуласы деген бір дүниені айтайын. Яғни бұл формула бойынша табыс кэшфлоу капиталдың не екенін қазір сіздерге түсіндіремін. Сонымен алғашқы 5 миллион теңгенің формуласы қалай? Бұл формула негізі алғашқы 5 миллион теңгенің ғана емес, жалпы өмірлік байлық жинаудың, өмірлік табыс жинаудың, өмірлік ақшаның стрессінен құтылудың жалғыз формуласы осы. Сонымен қалай? Ең біріншіден, кез келген жолмен біз табыс жасаймыз. Ол табысымызды содан кейін мына бір кэшфлоу дегенге айналдырамыз. Кэшфлоу деген не? Кэшфлоу деген қарапайым, ол біздің кірісіміз бен шығынымыздың арасындағы айырмашылық. Сол кезде бұл қарапайым сіздерге түсінікті тілмен айтатын болсақ, табыс деген біздің выручкамыз, ал кэшфлоу деген ол біздің выручканың дұрыс қаржылық жолдар арқылы таза пайдаға айналдыру жолы. Ол үшін әрине әрдайым кіріс пен шығынды анализ жасап отырамыз. Одан кейін осы жерде таза пайда қалады. Таза пайданың біз желательно барлығын инвестиция жасаймыз.
Осы жерде енді ойлайсыздар да, таза пайданы қалай барлығын инвестиция жасаймыз, өмір сүрмейміз ба деп. Мына шығын дегенге біздің уже өмірімізге қажетті дүниелердің барлығы кіріп кетеді да, кірісімізден шығынды алып тастаған кездегі таза пайданы инвестиция жасаймыз. Бұл инвестициямыз біздің капиталға айналады. Инвестицияның әрине түрлері көп қой, мысалы акция, облигация, алтын, жылжымайтын мүлік, ETF-тар, әртүрлі қорлар бар. Осылардың кез келгеніне инвестиция жасауды үйренеміз, және осы инвестициямыз біздің капиталға айналады. Ал капиталдың екі түрлі қабілеті бар. Біріншісі, оның бағасы өседі, яғни бағасы өсетін капиталды сатып аламыз. Мысалы айталық, Toyota немесе Range Rover, автобиография деген сатып алсақ, әрине бізге статус береді, өміріміздің кайфын алуымызға болады, ақшамыз көп болса, бірақ капитал ретінде оның бағасы өспейді. Ол бізге пассив кіріс бермейді. Керісінше, мысалы айталық, Астанадан бір квартира алсақ, оның бағасы өседі, ол бізге пассив кіріс береді, я? Осындай капитал түріне айналдырамыз. Капитал түріне айналдырамыз, ары қарай сол капиталымыз бізге жаңағы табыс өсу арқылы, кіріс арқылы пассив кіріс алып келеді. Бұл пассив кірісіміз біздің табысымызды арттырады. Сол кезде осындай цикл болады да, мынандай цикл болады. Табысымыз көбейеді, одан cash flow, яғни таза пайдамыз көбейеді, таза пайдадан инвестиция көбейеді, инвестициямыз капиталды арттырады, капиталымыз көбейеді, капиталымыз көбейсе пассив кірісіміз көбейеді, пассив кірісіміз көбейсе табысымыз көбейеді. Дәл осылай, яғни барған сайын еселене береді. Бірақ бұл формула өздігінен жұмыс жасамайды, әр қадамда ұмытпайтын дүние бар. Ол білім. Яғни табысты арттыру туралы білім әрдайым алып отыруымыз керек. Табысты cash flow-ға айналдырып, инвестицияға айналдыру туралы әрдайым біліп алуымыз керек. Инвестицияны дұрыс жасап, капиталға айналдыру туралы, капиталды пассив кіріс айналдыру туралы білімді әрдайым алып отыруымыз керек. Дәл осы формуланы өмір бақи өзіңіздің өміріңізге ереже ретінде қолдансаңыз, бұл сізге байлық алып келеді. Сонымен, сендер деп сөйлейінші, сіздер деп шатасам. Сонымен, осы циклды орындау үшін мен сендерге қазір 5 түрлі қадамды айтап, осы қадамды орындасаңдар, менің ойымша сіздерде үлкен нәтиже болады. Иә, кейбір адамдар бұл қадамды толық орындамай, нәтижесі азырақ болуы мүмкін. Кейбір адамдар орындаса да сыртқы факторлардың әсерінен байлықтары, дәулеттері өздері ойлағандай болмай қалуы мүмкін. Бірақ бірден айтайын, ойлағандай нәтиже болмай, одан азырақ нәтиженің болып қалуы мүлде орындамағаннан жақсырақ. Мүлде бұны істемей қойып, вообще бір орында қалып қалғаннан жақсырақ. Сондықтан бұл жерде как минимум жоқ дегенде сіз алға жылжисыз, жоқ дегенде байлығыңыз көтеріледі деген дүниеге назар аударыңыз. Ал жалпы 5 миллион теңгені 3 жылда жинап алу деген өзіңізге нақты мақсат қойып, осы бір қадамдарды орындасаңыздар болады. Ең біріншісі ол hard skill. Қазір мен байқаймын, университеттер керек емес, университеттер ескірді, университеттер осындай деген сөздер кейбір медиада көп таралып жатыр. Бірақ мен жеке оған келіспеймін. Менің ойымша, университет өте қажетті дүние. Университеттен басқа ешқандай жерде кез келген сала туралы сізге фундаментал білім бермейді. Сондықтан университетте фундаментал білімді алуға тырысу керек. Hard skill деп нені айтамыз? Hard skill белгілі бір мамандыққа қатысты сіздің терең біліміңіз. Сол білімді, білім мен тәжірибеңіз, сол білімді максимально алуға тырысу керек. Ең бірінші жол, ол әрине өзің, сен деп сөйлеймін деп келістім ғой. Өзің оқып жатқан мамандықты терең меңгеру. Кейбір жерде сол мамандық бойынша практикаға жұмысқа тұру. Ақша төлемесе де сол жерде практикалық жұмыс тәжірибесін алуымыз керек. Бізге басында бірінші, екінші курстарда ақша керек емес, бізге тәжірибе көп керек, білім көп керек. Сондықтан белгілі бір саланы таңдаймыз, өзіміздің мамандық болсын. Немесе мамандығымыз ұнамаса, басқа кез келген саланы таңдаймыз. Сол бойынша кемінде 1,5-2 жыл білім мен тәжірибе жинаймыз. Біреудің курсына 2 ай қатысып алу, ол білім мен тәжірибе болып есептелмейді. 2 ай біреудің курсына қатыстық па, демек, қалған уақыттарда сол курсты практикада қолданамыз, одан тәжірибе жинаймыз. Одан кейін біліміміздің жетпей жатқан түсінемізді тағы да курсқа қатысамыз, тағы да біреуден жеке біліп аламыз. Одан кейін 1-2 жылымызды жұмсап, осы бір салада өзіміз нақты фундаментал
терең білім аламыз. Бұл біліммен, бұл салада сіз өмір бақи жүруге міндетті емессіз. Неге? Себебі бұл сала сізге алғашқы үлкен капиталды берсе жеткілікті. Кейін сол үлкен капиталмен ары қарай кез келген салада байы беруге болады, кез келген саладағы мықты экспертті жұмысқа алып, ары қарай дамыта беруге болады. Сондықтан мына салада өмір бақи өзімді көрмеймін деген дүниелерден бас тарту керек. Бәрібір көресің бе, көрмейсің бе? Ол жерде сен мықты эксперт болсаң, сол жерден жақсы тәжірибе жинай алсаң жеткілікті. Себебі мына екінші өнер кез келген дүниеден жақсы ақша табуға көмектеседі. Ол сату өнері. Сату өнерін меңгеру керек. Біз коммунизмда өмір сүрмейміз. Біз капитализм деген біреуге ұнайтын, біреуге ұнамайтын жүйеде өмір сүреміз. Капитализмда ең басты дүние ол сату. Қабілетті сату, өзіміздің продукты сату, квартира сатып алсақ, оның арендаға беруін сату әртүрлі. Кез келген салада өзіміздің сатуды үйрену керек. Сату өнерін меңгерген адам кез келген салада көбірек ақша табады, сондықтан сату өнерін үйрену керек. Сату өнерін үйренетін кезде сіз өзіңіздің қабілетіңізге қарай екі түрлі жолды таңдауға болады. Біріншісі ол жеке сату, екіншісі массовый сату. Айырмашылық қандай? Жеке сату деген не? Мен мысалы айталық сайт жасайтын адаммын. Сайт жасайтын адам ретінде мен екі түрлі жол арқылы сайт жасасам болады. Біріншісі, әрбір Инстаграмда тұрамын да, әрбір сайт қажет болады ау деген адамдарға жазам. Немесе оларға звондаймын да, оның секретаршысынан, көмекшісінен, басқасынан өзінің номерін алам, өзіне жеке хабарласам, өзім кездесу тағайындаймын, кездесуде өзімнің жұмысымды сатамын, оған көрсетемін, басқа. Енді сату өнерін дейтін тереңірек үйренесіздер, бір видеода үйренетін дүниеміз. Соны айтасыздар да, сол бір өзіңіздің қызметіңізді сатасыз. Сатқаннан кейін соған ақша аласыз. Бұл бірінші жол. Екіншісі массалық сату деген, мен тұрамда Инстаграмымды, әлеуметтік желімді, басқа жерімді, өзімнің жеке брендімді дамытам да, мен барлық массаға күнделікті өзімнің жұмысымды, қызметімді көрсетіп жүремін. Мысалы, маған қарасақ, мен қаржылық сауаттылықтан курс жасаймын ғой. Мен соны күнделікті сатам да, күнделікті қаржылық сауаттылық маған қалай көмектесіп жүр, менің студенттерім қандай нәтиже көрсетіп жатыр. Жалпы қаржылық сауаттылық арқылы жалпы қандай нәтижеге жетуге болады. Мен өзім қалай инвестиция жасап жатырмын, пассив кірісім қалай түсіп жатыр, өмірімнің сапасы қалай артып жатыр. Соның барлығын мен қаржылық сауаттылықтың әсерін көрсетем, және мен күнделікті мені көріп отырған оқырмандарымның барлығына өзімнің қабілетімді, өнерімді, кәсібімді сатып жүрмін, сол арқылы жақсырақ ақша табам. Осында екі түрлі жолды таңдап сату өнерін меңгерсеңіз болады. Бұл екінші қадам. Одан кейін сізге үшінші қадам қажет болады. Үшінші қадам ол soft skillдарды меңгеру керек. Soft skill деген не? Ол белгілі бір салаға қатысы жоқ, барлық салаға ортақ пайдасын тигізе алатын қабілеттер жиынтығы. Мысалы, networking деген болады да. Networking деген мен қалайды қазақтарда тамыр таныстық деп айтам екен, жақсы сөз. Мен өзімнің жұмысыма, өзімнің карьерама, өзімнің тауарымды сатуға, өзімнің кәсібімді дамытуға жалғыз күш қоса алмаймын. Мен адамдардың қоғамында өмір сүремін. Сондықтан менің алдағы жетістігім ол әрине әрдайым басқа бір адамның көмегімен болады. Мен кәсіп ашсам, кәсібімде жұмыс жасайтын адамдардың көмегімен, менің кәсібімді дамытуға көмектеседі, менің кәсібімнен тауар сатып алатын, менің кәсібімнен қызмет сатып алатын барлығы да осы адамдар. Егер де біз неғұрлым білімді, неғұрлым тәжірибелі, неғұрлым жетістікке жеткен адамдарды көбірек танысақ, солардың тәжірибесін бөлісу арқылы, соларға қызмет көрсету арқылы, соларға бірдеңе сату арқылы, олардан бірдеңе сатып алу арқылы, жалпы осындай ортада өзіміздің алға жылжу мүмкіндігімізді арттыруға болады. Одан бөлек пунктуальность деген қазіргі заманда өте көп артықшылық. Байқайсыздар ма? Әсіресе үлкен қалаларда. Сағат 9-да кездесемін деп біреумен келіссек, 9-да кездесу жиі орын алмайды. 9:30-да, 10-да бірақ келеді. Яғни сіз 9-да кездесемін деп келіскен орынға 9-да келсеңіз, уже сіздің орныңызда болуы мүмкін басқа адамдардан ерте келіп тұрсыз. Қажет адаммен ертерек кездесіп тұрсыз. Қажет адаммен уақытылы кездесіп, өзіңіз туралы мына кісінің уақыты маңызды деген көзқарас қалыптастырасыз. Әрине, мұндай soft skillдар өте көп, тек қана жауапкершілік немесе уақытылы келу емес, мысалы тайм менеджмент деген болады да.
өзіңнің уақытыңды дұрыс басқару сияқты софт скиллдарды дәл осы моментте меңгеру керек. Себебі уже сізде хард скилл бар, сату өнері бар, ол кішкене табысты сізге алып келіп жатыр. Мына софт скиллдар сол табысты еселеп көбейтуге көмектеседі. Бірақ жай ғана табыс жасап отыру жеткіліксіз. Осы табысты арттырудың жолдары керек. Осы табысты жинап, қалтамызға сақтап қою керек. Біз ұмытып кетпесек, алғашқы мақсатымыз 5 миллион теңге жинау еді ғой. Сол үшін қолымызға 1000 теңге таба бастасақ та, бірден қаржылық сауаттылықты үйрену керек, және сол қаржылық сауаттылықтың ішінде инвестицияны меңгеру керек. Ақша түсті, оны қандай бюджетпен бөлеміз? Бюджетті бөлген кезде біздің теориялық бюджетіміз бар, факт бар. Екеуі қаншалықты сәйкес келеді? Қанша бөлігін мен ақшамды далаға жұмсап жатыр екем? Қанша бөлігін пайдалы жұмсап жатырмын? Орынды жұмсап жатырмын? Өмірімнің сапасын қайсысы арттырады, қайсысы өмірімнің сапасын арттырмай, distraction, яғни менің көңілімді бөлуді алып келеді. Осы ақшаның қай бөлігін мен жинай аламын? Жинаған кезде қандай жолдар бар? Доллармен жинау, алтынмен жинау, күміспен жинау, депозитте жинау, басқа жинау. Жинағаннан кейін жиналған ақшаны көбейтудің қандай жолдары бар? Акция, облигация, алтын, күміс, жылжымайтын мүлік, әртүрлі инвестицияларға салу. Осы инвестициялардың қайтарымы қандай болады? Оны тағы да басқа. Бұл жерде үйренуге болатын дүние өте көп, бірақ осы дүниені үйренбесек, біз қарапайым ғана капиталды басқару, оны көбейту, алғашқы 5 миллион теңге жинау деген дүниелерді қиын болады. Кейбіреулер, мысалы, қаржылық сауаттылықты ол универсальный білім деп ойлайды. Ол универсальный білім емес, оның алғашқы қадамы жай ғана сіз күнделікті ақшаның 10-15%-ын долларға ауыстырып жинап отырудан басталады. Алғашқы қадам, алғашқы деңгей. Осыны тіпті меңгеріп алсаңыз, уже біраз адамнан алда боласыз. Және соңғы пункт, ол қызық естіледі, бірақ денің сау, әдемі адам болу. Біз оның маңыздылығын төмендетіп аламыз. Мысалы, кейде денсаулықтың кесірінен біз кездесуден бас тартамыз. Бірден ол жақсы қарым-қатынасқа алып келмейді. Біз әрине түсінуі мүмкін адамдар, бұның денсаулығы осындай болып қапты деп келесі жол қалдыруы мүмкін. Келесі жол тағы ауырып қалсақ, уже кішкене біздің іс-әрекетіміз орын алмай қалады, біздің келісімдеріміз орын алмай қалады. Одан бөлек, мысалы, мен қазір өзімнің денсаулығыма қатты көңіл бөліп жатырмын. Сіздерге де кеңес беремін. Мысалы айтайық, сіздің таңертең тұрып, энергияңыз сағат 2-ден кейін бітіп қалатын болса. Енді денсаулық онша емес адамдарда энергиясы бітіп қалатын болса, ол да қиын. Әсіресе жас 18-25 кезінде ол қатты білінбейді, бірақ 18-25 кезінде денсаулықтың жақсы фундаментін жасауға болады. Салауатты тамақ жеудің әдетін қалыптастыруға болады. Фитнесқа барудың әдетін қалыптастыруға болады. Ол сізге өмір бақи осы жақсы денсаулық әсіресе үлкен қалаларда өте үлкен артықшылық береді. Себебі үлкен қалаларда адамдар өте көп ауырады. Әртүрлі вирустар, әртүрлі эпидемиялар, әртүрлі дүниелер бар. Лас ауа, осы дүниелердің барлығы адамдарға стресс, адамдарға жаман ұйқы деген сияқты өте көп қиындықтар алып келеді. Денсаулығың жақсы болса, уже 2-3 қадам алдасың. Маңыздылығы одан да кем емес дүние әдемі болу. Әдемі болу үшін біз ойлаймыз да, адам әдемі болып туылады, оны қалай әдемі боласың деп. Бірақ жоқ, әдемілікті оңай жасауға болады. Денеміздің формасын әдемі ұстау, ол біздің қолымызда. Фитнесқа бардық, өзіміздің формада ұстадық. Мысалы, мен осыдан жарты жыл бұрынғы суретімді қарасақ, мен қазір ақырында бұл формаға келіп жатырмын. Тіпті мына мұрныма операция жасадым да, сондықтан қазір фитнесқа бара алмай жүрмін, ақырындап жақсарта берем деген ойдамын. Осыларға студент кезден көңіл бөлген жақсы. Студент кезден көңіл бөлмесеңіздер, мысалы, мен сияқты қазір үйреніп жүрмін, киінуді де басқаны да. Мен осыған қатты көңілім толмайды, бірақ ойлаймын, мен студент кезімде осы дүниелерді жасасам, қазіргі жасап жатқан нәтижемнен бір 2-3 есе көбірек дүние болатын еді деп ойлаймын. Сондықтан осы дүниені меңгеріңіздер. Жалпы қорытындылай келетін болсақ, 5 түрлі қадам. Hard skill, терең дамытасы үйренесіз. Оны сатуды үйренесіз. Сатқаннан кейін soft skill арқылы осы екеуінің комбинациясынан нәтижені еселеуді үйренесіз. Одан кейін түскен ақшаны дұрыс басқарып көбейтуді үйренесіз. Және соңғысы денсаулық пен әдемілік арқылы бұны дейтін жаңа деңгейге көтересіз. Осы 5 түрлі қадамды орындасаңыз, 3 жылдың ішінде 5 миллион теңгені жинап алу сіз үшін проблема болмайды. Бірақ осы 3 жылдың ішінде жинап алған 5 миллион теңгеңіз ертең сізге 5 миллион доллар капитал жинауға өте жақсы көмектеседі. Және ол мүмкін. Не үшін мүмкін айтайын ба? 21 жасымда, мен қазір 30-ға толам бұйырса, 21 жасымда менің қалтамда 0 теңге болды, тіпті қарыздарым болды 21 жасымда. Мен қазір 29-30-ға толам. 9 жылдың ішінде бұйырса мен 1 миллион доллар капитал жинап жатырмын.
Мен ешқандай байдың баласы емеспін. Алматы облысындағы Шиен деген ауылда туып өскен баламын. Мен жасай алсам, және мен мына дүниелерді білмедім. YouTube'да бұндай видеолар болды ма білмеймін. Мына дүниелерді білмедім, бірақ подсознательно осы қадамдарды жасап жүрдім. Бірақ керемет жасаған жоқпын. Соның өзінде қазір жаман емес нәтиже көрсетіп жатырмын. Менің ойымша осы видеоны көріп отқан сенде де ол дүниені жасауға мүмкіндік жеткілікті. Сондықтан алғашқы қадамды осы видеоға лайк басып, комментарийға өзіңнің қай жерден көріп отырсың, жасың нешеде, және қанша уақытта 1 миллион долларға жете аласың, қанша уақытта 5 миллион теңгені жинай алам деп ойлайсың. Сол дүниені жазып кет, сосын бұйырса 10 жылдан кейін айналып келді, осы видеоны көрді, өзіңнің комментарийіңді оқы, нәтижеңе жеттің ба, жетпедің ба тексеріп көресің. Давайте, келесі кездескенше.